Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ең үздік цифрдан анықтайтын боламыз ФК Мобайлдағы. Ал кеттік. Және де цифрдан кейін LFD мен PFD-ны анықтайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші біз 89 обыштықтан бастадық. 89 обыштық депай, мысалы бірінші. Депай 84 удар, 84 скорс пасы да, 82-86 тремлік, 81 физикасы, 5 жұлдызша, оу, жақсы, ош, мына жақсы, високо низко, әдемі. Қазірші депай, Диого Джота. Диого Джота, тремлігі жақсы, скорсы мен удары тоже 84 нормально, физикасы да әдемі. 4 жұлдызша, более-менее. Қазірше депай, Нукунку. Нукункуға қаран депай. Ал Джаппер деген 90, 89, 77, 85. Скорсы жақсы. Бұрын бұны маған нападающысы ұнайтын FIFA Mobile кезінде. Бірақ 3 жұлдызша. Қазірдің өзінде депай нормально болып тұр. Бензема тоже скорсы жоқ болып тұр, оны таңдамай қойсаңыздар да болады. Кантона кімге ұнайды, бірақ таңдасаңыздар да болады бенземаны. Ұнайтындарға. Енді не дейміз, көрермендеріне. Ал Кантона 84, 90, 89, 88, 90 өте тамаша. Визикін средний, 5 жұлдызша әдемі. Дремліктері де жақсы. Удар слеті өте әдемі. Пенальти да жақсы. Сила ударасы жақсы екен, 92. Жақсы, Далглиш. Қарап. Жоқ. Бұл да тоже Далглиш тәрізді. Ривалдо. Ривалдоға қарап кетсек, удары мен дремлігі өте тамаша. Пасы да жақсы. Бірақ скорсы более-менее. Ондағы аса қатты айтарлықта емес. Физикасы да онда аса қатты айтарлықта емес. 4 жұлдызша екен. Ронни бұл жақта 91-90 өте тамаша. Скорсы мен удары жақсы. Дремлігі да өте жақсы. Пасы да более-менее. Физикасы да жақсы. Високо, бірақ 3 жұлдызша екен. Кімге ұнайды? Алсын Роннида негізі ойнатып жатқан адамдардың көргенім, жақсы ойнатып жатыр. Депай. Депай. 87, 88, 85, 89. 5 жұлдызшасы. Жақсы. Исөбия. Бірақ біз сіздерге айта кетемін, Исөбияның скорсы мен ударын көрген кезде басқаларын алмай кетулеріңіз мүмкін. Бұл жақта 92, 92, 87, 90 дремлігі. Қараңыздар. 4 жұлдызша, бірақ характеристикасын қарап кетейік. Бұл да қараңыздар, пенальти 95, завершен атака 94, дальний удар, алыстан удары да 91, удар күштілігі де 93, бұл жақта удары да мощный қылып жасаған. Бірақ сіздерге айта кетерім, Исөбиян 91-лігін алғанша, енді ақшаңызға қарай 94-лігін қарасаңыздар болады. 93, 94, 88, 91 өте әдемі. Бұл жақта завершен атакасынан көтерген, бұл жақта 95 сила ударда мысалға. Ловкасын 94 қып. Келесі Крuyff өте тамаша. Негізі қарың, скорсы мен дремлігі 91-92, скорсы мен дремлік бар. 88 удар жақсы, 87 пасы жақсы. Физикасы неміз. Високо низко өте. Маған ұнайтындары шабуылшын защитаға араласпаған ұнайды маған. Өткені ол нападающий болып тұрып, защитаға араласпаса өте жақсы. Бұл жақта високо низко. Мен осындайға көп мән берем. Өткені тек алдыда жүргенді ұнатам. Нападающий ма? Нападающийда жүрген. Кейбір нападающийлер артта жүріп қалады да, алда шықпай қалады. Мысалға да, артта қалып кетеді. Мессиді көріп кетейін. Скорсы. Мессидің бұл СВД-дағын ондай қатты аса қатты шығармаған. ПФС жақсы. Скорсы 80, удар 87, 90, 90. Бұл жақта пасы мен дремлігі жақсы. Низко. Там 4 жұлдызшадан. Гризман 84, 91. Бұл жақта Гризман
скорсты ондай қатты аса қатты емес, бірақ удары, пасы, дримлигі, физикасы более-менее 4 жұлдызша, разовший атакасы, дримлиг от болып тұр. Ловкоста 95. Қарасаңыздар. Бензема деген бір прикол шығарды бұрындары ше. Сол сияқты Бенземаның Аль-Иттихадқа барғасын, скорсы төмен, удар 89, нормально. Ал дримлигі бір қалыпты, паста бір қалыпты, бірақ физикасы совет бермеймін сіздерге Бенземан. Тоже Далглишті мысалы 90-93, 80-93 осы позицияда 94-тігі жақсы екен. 90-тығына қарағанда завершение атакасы 95 өте әдемі. Эсебия бана айта кеттім. Пеле, мінеке Пеле сіздерге 95 скорс, дримлигі 95, 92 удар, пасы 89, қарап кетсек 5 жұлдызша. Дримлигі 94, Владимирчас 95, ловкосы 96, реакциясы 95, баланс 95, көрдіңіздер ме? Завершение атакасы 95, қараңыздар, удар слеті 93, пенальти 91, мысалы бәрі сол 90 айналасында көтеріңкі. Сіздерге енді бәрін тоқтайтып кетейін. 89 общтан Депай, қысқаша айта кетсем, 90 общтан Кантона, 91 общтан Крuyff, 93 общтан 93-тен Гризман, 94-тен Эсебия, Далглиш екеуі, бірақ Эсебия әдемі. 95-тен Пеле. Келесі бізде ЛФЗ, ПФЗ. Негізі мен бұлардың үшін айтып жатырмын, өйткені ютубта көбісі нападающий цпны барлығын айтып жатады, оны да мен айта кетем, напта айта кеткем алдыңғы видеомда. Енді бұл ЦФД мен ЛФД, ПФД-дан көбісі айта бермейді, сондықтан айтып кетіп жатырмын. Қараңыздар, сескісін айтып кетем, ойындарын айтып кетем. Келесі бір айда 86-71, ондай аса қатты емес. Фрикпонг өте әдемі, қараңыздар. Оушы 87, бірақ скорс қараңыздар 96, 58 удар, пасы 76, дримлиг 86, обраныс 72, өте әдемі, қараңыздар. Керемет. Сіздерге тағы да бір айта кетерлігім, қазіргі кезде осы FIFA Mobile айтты, бұрынғыдай деді, FIFA Mobile сияқты емес, бұрын FIFA Mobile рейтингке қарайтын, қазір рейтингке қарамайды, ойынын, игроктың ойынына қарайды. Қараңыздар, 96 скорс болып тұрып, 87-лік оушта. Ал сіз қаран, 89-лық оушта бұда скорс бар екен. Мысалы 88 скорсын қараңыздар. Скорсын көрдіңіздер ме? Салыстыратын болсақ, 92-лік оуш пен 87-лік көрдіңіздер ме? Ойналғанына қарайды. Сондықтан Фрикпонг бұл жақта өте әдемі скорспен. Контратакаға жақсы. Клоус. Клоусты онда аса қатты айтарлық емес. Қазіргі кезде позысы бұрынғы позы Клоус әдемі еді FIFA Mobile'да. Бұл жақтағысы онда аса қатты шығармапты. Енді шығарып қалар алдағы уақытта. 82. Айтып отырмын ғой, өмірде қалай ойнайды солай шығарып жатыр. Лизар Разудың 88-дігі. 88-дігіне қарағанда сіздерге совет беретін. Қазір айта кетемін, 93-не келеміз. Онда Кабори жақында шығарған 95 скорс. Дримлигі 81, физика жақсы. Осы үшеуі жақсы болып тұр, бірақ пасы мен аброносы ондай аса қатты емес, онша емес. 2 жұлдызша тағы. Кафу. Кафу. 5 жұлдызша, асты 4 жұлдызша, мысалы қарап кетсеңіздер, өте әдемі. Скорс 90, аброны 86 бәрі. Чики. Димарко ондай аса қатты емес. Жақсы, бірақ Лизарозу 92, мінеки скорс 92, 83, 87, 84, 81 өте әдемі. 3 жұлдызша болып қараңыздар. Напорды жақсы. Бұл жақта дримлигі 84, бірақ баланс 95, екі жақта да балансымен алып жүретін. Мысалға қарап отырсақ,
Енді сіздерге айта кетемін, 87-лік општан фрикпонг 100%, соны алсаңыздар өкінбейсіздер. 88-лік општықтан, негізі мен жалпы айтып кетсем, фрикпонг, кафу, лизарзу, осы үшеу ғана. Сонымен достар, кездескенше келесі видеоларда басқа позицияларды айта кететін боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментар жаза кетіңіздер. Қазақ контентін дамытайық бірге. Жақсы, сау болыңыздар.